Мен Капитоновка орта мектебінің 9-шы сынып оқушысы Кизатова Мақпал Амангелдіқызы. Абайдың 175 жылдығына орай ұяламын дегені көңіл үшін. Ұяламын дегені көңіл үшін. Ұсақ болып бір ғана өмір үшін. Татымды достық та жоқ, қастық та жоқ, жігері жоқ, маңызы жеңіл үшін. Жалығу бар, шалқу бар, іш бұсу бар. Жаңа адамзат көрсе ғызар, ар мен ұят ойланбай тәнін асырып, ертеңі жоқ бүгінге болған құмар. Достарын бәрі көшті. Сол себепті де досынан дұшпан көшті. Сүйсе жалған, сүймесе аянбаған. Бұл не деген заманға ісім түсті. Көз, сұр бұлт түсі суық қаптайды аспан. Көз болып дымқыл тұман жерді басқан. Білмеймін тойғаныма, тоңғаныма. Жылқы ойнап бие қашқан тәй жарысқан. Жасыл шыр бәйшешек жоқ бұрынғыдай. Жастар күлмес, жүгірмес бала шулай. Қайыршы шал кемпірдей түсі кетіп, жапырағынан айрылған ағаш борай. Менсін беушем наданды, ақылсыз деп қор тұтып. Төзетпек едім заманды, өзімді тымақ сор тұтып. Таппадым көмек өзіме, көп наданмен алысып. Көнбеді ешкім сөзіме, әдетіне қарысып. Жан шошырлық түрінде бәрі бірдей еліріп. Ұстай алмадым бірінде, кекейді кейін шегініп. Әрине мен ел кетті, қоқиланды мақтанды. Қуат бітті, күн етті, жарлыққа құдай жатқанды.